Керемет түлкілер. Сарысы да әдемі, черногоркасы да әдемі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз черногорка қара түлкінің терісімен жұмыс істейміз. Сол терісін бөрік жасауға дайындаймыз. Міне мынандай қара түлкіні қазір біз теріс аударып аламыз. Мынандай болып шықты. Қазір біз іш жағынан кесеміз пышақпен. Іш жағынан ортасынан семпірмен жүргізіп аламыз. Содан кейін пышақпен. Просто пышақты ауада ұстап тұрған дұрыс. Сызықтың бойымен кесе береміз. Мынаның көлемі қазір біз үлкейту үшін бұны теруіміз керек. Міне бар жоғы мына жерде 22 жарым. Мына аяқ жағы 27. Бізге мына екі бөрікке шығу үшін бұны біз керуіміз керек. Кермей тұрып, бірінші мына аяқтарының жандарын кесіп алып, соны қолмен тігіп шығамыз. Кімде машинка бар, машинкамен тігеді. Самое главное, осы жерлерін тігіп алуымыз керек. Мынаның жоғары жағында жүндері қалың, аяқ жағы мына іш жағы почти жоқ деп болғанда. Арасы көрініп тұрады да. Терісі көрініп тұрады. Соқтан жұқа болғандықтан біз больше аяқ жағын больше алып тастаймыз. А мына үстіңгі жағы соған бүйтіп келіп тігіледі. Көрдіңіз бе? Мынау соған бүйтіп тігіледі. Мына жер кішкене аздырып кеткен, оны тоже алып тастаймыз. Енді мынаны тігіп болды. Бұны енді сулаймыз қазір. Жылы сумен жапып шығамыз. Көп қойымыз. Кішкене тұру керек бір. Жіпсек тұру керек. Тұрсын. Сосын біраздан кейін, 10-15 минуттан кейін алып кереміз. Енді осы жіпсеген терімізді тақтайға, ағашқа, столға кереміз. Мен стеклермен не бар сонымен ата бересіздер. Келіп тастайсыздар. Сонда кішкене үлкейе еді мынау. Кепкенен кейін кесіп алып, бөрік жасаймыз. Қазір теріміздің мына мыж-мыж болып тұрған жерлерін жаямыз. Мен жылы су алып келдім. Сонымен жап шығамыз. Ағамыз суыр, түлкі алдайды ғой ауылда. Сонда өздері өстіп теріні елейтін. Мынау енді тері еленген тері ғой, бірақ қатып тұр. Енді осыны жылы жерге қойып қоямыз бетін жауып. Сосын бір жарты сағаттан кейін алып кереміз. Ал енді мына теріміз дайын болды. Енді оны жазып атып тастаймыз. Шегелеп тастаймыз, керіп. Мына аяқ жақтан бастайық. Біз енді кепкен терімен ары жалғастырамыз. Бүгін кепті, мына құйрығын кесіп алып тастаймыз. Осы құйрығының ортасына, мына екі құлақтың ортасын ровно 90 сантиметр. Мына жақтан 9. Ортасын тағы. Енді осыны бір-біріне қосып саламыз. Ауада кесеміз. Терісін ғана кесеміз, біріне сонда кесмейді пышақтың. Пышақ деген өткір болу керек. Біз құлаққа дейін істейміз, ары қарай кеспейміз. Мынаның өзі бізде 70 сантиметр. Осы 70 сантиметр жетіп қалыр. Мына шетін тоже алып тастау керек. Черногорка. Міне бізде дайын болды.
Көрдіңіз? Әдемі басқа. Енді бұны алып умаждаймыз. Жұмсартып. Сосын астарлаймыз. Кейбіреулер астарламай ақ істей береді. Біз енді театрға жасағаннан кейін кішкене астар салып қайырып деген сияқты. Көрдіңіз бе? Әдемі болып шықты. Ағамыз өстіп жататын. Теріні илеп, ол кезде ауылда өздері илейтін ашқан сүтпен. Сосын өстіп кейіріп ұйқалап жататын. Мынау бауырынікі осы костюмге пайдаланылыр. 9 сантиметрден астарын жай безден пішіп аламыз. Мына борыс кішкене жоғары қарап тұр, сол жағын жоғары қаратамыз. Сол жағын бірінші тіксеміз. Мехіміз дайын. Енді міне өстіп сырып тігеміз. Бәрін тіктік, мынаны сырып тіктік, соны бүйтіп бір-біріне қосып тігеміз. Мына екі төбесінің ұштарын бір-біріне біріктіріп, булавкамен қыстырып қоямыз. Сосын былай тіге береміз. Енді мына тігісті ашып, тағы тігіп шығамыз. Тігіп біт. Енді мынаны тура центріне келтіреміз. Сосын деп ұстап тұрып, мына жерге келеді. Былай келеді. Әдемі болып шығар келді. Астарлап бірдей қылып тігіп шығамыз қазір. Жан-жағын бәрін өстіп булавкамен қыстырып қоямыз. Астарымен бірге. Дайын, уже тігіліп тұр. Все. Енді ертең мех дайын болса, теріміз дайын болса, сонымен қаптаймыз түлкімен. Енді мынаны шапкаға тігіп тастаймыз.